Атағы жер жарған ұрының соңғы өмірі. Болған оқиға ізімен. Ол заманда ауыл ішінде бір адам туралы аңыз тараған еді. Аты Қалкен, оны ел Қалкен ұры дейтін. Оның есімімен балалар қорқытылып, байлар үрейленіп, кедейлер үміттенетін. Себебі Қалкен байдың малын ұрлап, жоқ-жітікке таратқан. Бір кездері Қалкеннің ізіне бүкіл аймақтың милициясы түскен. Қыста да, жазда да тау асып, іс тастап кететін. Бір түнде үш ауылдың байын тонап, ертеңінде қойшының отбасына дорба-дорба ұн мен киім тастап кеткені ел есінде. Ол ешқашан қару қолданбаған. Бірде-бір жанға қол көтермеген. Ұрлықты әділеттілік жолы деп түсінген. Бірақ ондай өмір ұзаққа бармайтыны белгілі. Бір күні сатқындықтың ізімен Қалкен ұсталды. Оны өзімен бірге жүрген сенімді серігі ақша үшін сатып кеткен. Милиция оны тау баурайындағы жертөледе жалғыз өзі бүркеніп жатқан жерінен ұстады. Жазасын тартты. 20 жылға сотталды. Түрмеде жатқанда анасы қайтыс болды, артынан жалғыз ұлы жол апатынан қаза тапты. Сыртта қалған жалғыз қызы тұрмысқа шыққанымен Қалкеннің атынан ұялып, әкесін танымай кетті. Түрмеден шыққанда Қалкен 70-тің жетеуіне келген еді. Қол аяғы дірілдеп, көзі бұлдырап, бүкшиіп қалған. Бұрынғы батыр ұрыдан еш белгі қалмаған. Қаладан қалаға қаңғып жүріп, ақыры кішкентай бір ауылдағы ескі қораны паналап, сонда тұрақтады. Ауыл адамдары алғашында үрке қарағанымен, кейін қайыршыдай күн кешкен кейпін көріп, аянышпен қарап үйренді. Қарашаның сұрқай бір кешінде ауыл мешіті жанындағы қаңыраған тоқал үйде Қалкен дүниеден өтті. Оның жанында ешкім болған жоқ. Бірақ таңертең көршісі кіріп келгенде, жастығының астынан ескі қаптың ішінде бір бұма хат тапты. Онда Қалкеннің өз қолымен жазған өсиеті тұр екен. Мен ұрлықпен өмір сүрдім. Бірақ мен үшін бұл әділет іздеу болды. Байлар елді сорып жатқанда мен кедейге үлес бердім. Қателестім бе? Иә, бірақ адам болуға тырыстым. Егер бұл өмірде мені кешірер бір жан болса, сол жеткілікті. Қалкеннің қабірі ауыл сыртындағы төмпешіктің астында. Басында белгі де, тас та жоқ. Тек кей-кейде әлдекім келіп, сол төмпешікке шелекпен су құйып, екі тал гүл тастап кететіні бар. Кім екенін ешкім білмейді. Бұл оқиға болған өмірден алынған. Ұрлықтың да батырлық емес екенін, өмірдің соңында бәрі жауапкершілікпен өлшенетінін еске салады. Атағы жер жарған Қалкенде жалғыз қалды. Бірақ ол сол жалғыздығымен де тарихта қалды.